Сәлеметсіздер ме? Тоқыма үйренгісі келетін қыз-келіншектер, сүйікті қолөнерім атты каналыма қош келдіңіздер. Бірінші видеоны бірінші сабақпен бастайым деп шештім. Бұл сабақта біз классикалық ілмек теру әдісін үйренетін боламыз. Қажетті заттардан бізге спица керек. Спицаның нөмірі маңызды емес, бірақ спица екеу болу тиіс. Екінші қажет зат ол бізде жіп. Жіп әртүрлісі барады. Матоқтағы жіпті өстіп орап алған ыңғайлы. Қазір камераны жақындатып қойып, ілмек теруді бастаймын. Бірінші сабақ бізде ілмек теру. Жіпті аламыз, сол қолға қыстырамыз, өстіп 4 саусаққа, 3 саусаққа қыстырамыз. Үлкен бірінші саусақпен екінші саусаққа бестіп айналдырып, мынау дейтін матоктан шыққан жіп, мынау соңғы ұшы бар жіп. Қанша аласыз осы жіпті, сонша ілмек тоқисыз. Енді бірінші инемізді, спицімізді жіптің астынан өткіземіз. Астынан өткізіп, іліп аламыз, бұраймыз. Бүйтіп бұраймыз. Сосын үлкен саусақтағы, бірінші және екінші деп айтайымшы. Бірінші саусақтағы бірінші жіпті астынан жоғарыға шығарамыз. Сосын екінші саусақтағы бірінші жіпті жоғарыдан астынан іліп аламыз. Сосын мына бірінші саусақтағы екі жіптің ортасынан өткіземіз. Екі ілмек істелді. Екі ілмек терілді. Қайтадан көрсетейін. Бірінші саусақтағы бірінші ілмек жіптен өткіземіз. Төменнен жоғарыға. Екінші саусақтағы бірінші жіпті жоғарыдан төменге іліп, бірінші саусақтағы екі жіптің ортасынан өткізіп ілеміз жіпті. Үшінші ілмек шықты. Сөйтіп тоқимыз. Ілмек тереміз. Өте оңай, тым қиындығы жоқ. Қайтадан түсіндіре кетейін. Бірінші саусақтағы, үлкен саусақтағы бірінші жіптің ортасынан төменнен жоғарыға көтеріп, екінші саусақтағы жіпті жоғарыдан төменге түсіреміз. Ілеміз. Ілінді міне, ілінді. Соны алып шығамыз. Үлкен саусақтағы екі жіптің ортасынан. Бүйтіп тереміз. Бұл классикалық ілмек теру әдісі. Осындай болып келеді. Бұл беткі жағы, мынау арт жағы. Келесі сабақта біз оң және теріс ілмектерді тоқып үйренеміз. Міне, осындай оң ілмектер бұлар. Және де теріс ілмек.
Осымен бірінші сабақ аяқталды. Арнама тіркелуді және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.